тамаша айтыскер ақын былтырғы жастардың мемлекеттік дарын сыйлығына ие болған Мейірбек Сұлтанхан. Ал ақындарым, алла өздеріңе жақсы сөз салсын, уақытты шамалап шабыттана айтсыңыздар. Қажымхан арғы жағында, Мейірбек бергі жағында. Бісміллә қосылғанда тоққасындай, тұлпарың мәре көрмей тоқтасынбай. Болғанда жылдың басы, жырдың басы, қалайша шаттанбайсың шақтосындай. Ұлыстың ұлы күні Наурыз ғой бұл, басталған қазығұрттың қартпасындай. Алғай мен Атырауды қауыштырған барғаза қарыздар ғой салт қосындай. Қай үйге барсаңыз да асып тасып, алдыңа ас келмейді ақ қосылмай. Бата беріп ақсақал аталары жүр, өткірлігі өзінің шаппасындай. Тоқшылықтың белгісі бұл мереке, әжемнің талқан қосқан тәттасындай. Ағалар жүр ат мініп көкпар тартып, жеңгелер жүр ошақпен отқасындай. Өкпесін өткен жылға қалдырған жұрт, отыр міне бірігіп отбасындай. Ассалаумағалейкум ағайыным, әрбірі бір ауылдың датқасындай. Пейілі Самарқанның көк тасындай, көңілі Мақтааралдың мақтасындай. Батыста бұзалмайды бізде келіп, дәстүріміз бар еді нақты осындай. Салтын жатқа бермейтін ел аман ба, алтын әкеп берсең де атпасындай. Оңтүстік өте биік төріміз ғой, мегаполис меншікті мөріміз ғой. Жасыл аймақ боп тұрған жасыл қалам, жылдың басы атанған жеріміз ғой. Айнала қызыл аймақ боп тұрғанда, тойдың басын бастайтын жөніміз ғой. Шымкентте қазақтың 5-тен бірі, Әселхан апа сіздің сөзіңіз ғой. Шымкент қазақтың төлқұжаты Шымкент деген, кешегі әбіштердің көзіміз ғой. Ұлыс күн ұлы күні құтты болсын, ұлттық емес мейрамға мезіміз ғой. Бүкіл жұртты шақырып шымшақарға, біздің нағыз тойлайтын кезіміз ғой. Өйткені Наурыз деген Өзбек әлі дегенім өзіміз ғой. Мінекей ел қошемет қылып жатыр, қаланың қасиетін ұғып жатыр. 70-ке толып жатқан жүрсін көкем, өмірі төмендемес тұғырда тұр. Әселхан апамыз да 70-ке кеп, халқының биігіне шығып жатыр. Сәбит деген ұстазды 60-қа кеп, халқының қасиетін біліп жатыр. Маржан деген апам да 50-ге кеп, қызметпен ел ішінде жүріп жатыр. Сәкен Майғазиевтер елге келіп, аттың басын ауылына бұрып жатыр. Негізі туған жерің Мәгниттей, бізде сондай процесс жүріп жатыр. Баяғы әдетіміз әлі қалмай, не шықса да Шымкенттен шығып жатыр. Шымкенттің қасиеті сол емес пе? Шыққанның бәрі қайтып кіріп жатыр. Шымкентте айтыс өтпей қанша жылдар, шіркін осы уақытты аңсадыңдар. Аңсап күткен уақыт
аңсап күткен уақытың осы болса, ақындарды қолдауға жан салыңдар. Қасында шиелінің мықтысы отыр, мықтының талантына тамсаныңдар. Бауырым, шын жүректен құттықтаймын, сақинаға қысылған саусағың бар. 3 айдан бері қарай бір әйелдің бастығы болды деген мансабың бар. Жақында Жезқазғанның қызын алған Мейірбек Сұлтан ханға қол соғыңдар. Ермановтың айтыста қаптап кеткен балқыздарын тыңдаудан шаршадыңдар. Жалғыз ұлым деп жүрген жүрсініңнің жалғыз күйі баласын қарсы алыңдар. Ерманов 12 ақын ақ кеп отыр. Ал Сәбит 4 шәкіртке шап деп отыр. Алмаған 12-нің ең қиыны жаңағы күйеу бала тап кеп отыр. Осынау мүмкіндігі аз болғандай, бұл бала одан сайын сақ болып отыр. Сахнаның сыртында ақындардың қызығы WhatsApp-тағы чат болып отыр. Өткен жолы сол чатты ашып қалсам, Әшімов басқаз деп хат кеп отыр. Ал кешке Инстаграмға кіріп қалсам, Мейірбек сурет салып от болып отыр. Суретіне қарасам, Асекеңнің өз қолынан маясап ет жеп отыр. Бас жүлденің дәмінен татқандай боп, басқазының қазысын жеп кеп отыр. Былтыр түскен суретті биыл салып, әдейі финал жаққа беттеп отыр. Аузымен құс істеген ақын емес, аузымен майжалаған өткел отыр. Сондықтан халқым өзін қолдамасаң, қазылардан үмітім жоқ болып отыр. Апырай, Мейірбектің пысығын-ай, ептей алмайды деп жүрсек, ептеп отыр. Айтыстың соңындағы интересті интернетте жатып ақ реттеп отыр. Қосылды бөліп жармай қолдалашым, қазылардан үмітім жоқ деп менің қажекең өтіріктен қорланасың. Ақындарды арнайы шақырғанда сахнаға кешіккен сен ғанасың. Бұрындап келді мекен, кім біледі бір орынмен финалдың жолдамасын. Көктемде наурыз тойға келіп тұрып, күздегі тойымды айтып толғанасың. Маясардың елінің қызын алып, маясасам қазақы ол да рәсім. Ерманов қайын атам емес, бірақ осы жайдың айтайын жөн жобасын. Өзімнің өнердегі әкем еді, өмірде де кемітпес өр бағасын. Тойымды бас құда боп бастап барды, балам деп талабымды қолда ағасын. Қайын жұртты осымен жылы жауып, қалың жұртты жырлайық толғағасын. Жүз қайнаған болғаннан бәрі бекер, Жұмабектей бір бажаң болмағасын. Ай оқыған интернатта бала көкем, интернеттен оқудың маман екен. Баяғыда ақындар қарсыластың ауылына ақпар іздеп барады екен. Инстадан жинайтын информация біздердікі рахат заман екен. Әркімнің не жегенін жатқа білген, бұл жігіт біраз жерге барады екен. Шенділердің жегенін тексертуге антикорға жіберер адам екен. Бір ет жебем, бір асым ет жебедім, бір жылдан соң желкемнен шығарғаның жаман екен. Бір суреттен несіне шошынасың, көңілің болды неге ала бөтен. Абызбен түскен сурет аңыз болып, тарихтың тақтасында қалады екен.
Кімге ақын берсе сөз басқаша, ақынға жүри берсе парам екен. Байқағаным ас екен айтыстан соң, банкетте асатудың маман екен. Кинода Бекежан боп садақ тартқан, саусағынан сарымай ағады екен. Әсіресе жүлде алмай қалғандардың көңілін көптеу беріп табады екен. Қазыларға өкпесі қалмасын деп қазы беріп жұбата салады екен. Қажеке қазы жегін келіп тұрма, қазірден айтып қойсай амал етем. Мен де сенің көріп ем парақшаңды, ел жұртқа енді осыдан хабар етем. Қаратаудың мектебі ашылған күн, Қазекең шабыттанып шабады екен. 8 сурет салыпты, 6-ның әйтеніп деген әкім ағаң екен. Әкімге алғыс айтып тілек жазған, постыңа көздің жасы тамады екен. Сыбайластық туралы сөз қозғалса, мен сенде тексертуге талап етем. Не де болса көрейік айтыстан соң, бәйгеде кімнің бағы жанады екен. Асекеңе жақындар алам екен, Басекеңе жақындар алам екен. Ай жаңа жыл жаратқанның сыйын еді, даламның көркіне көз сүйінеді. Қылығы қызғалдақпен бірге ашылып, қыз көктен талшыбықтай иіледі. Әз наурызда тағынып әшекейін, сәуірде сәукелесін киінеді. Жемісің бір шыгатып құтты болсын, желіні жер ананың иегені. Наурызды дүркіретіп тойлап жатқан армысың оңтүстіктің дүйім елі. Сапасы алшысынан білінген ел, сапасы тамшысынан білінген ел, сақасын алшысынан иіреді. Кейбіреу керден қағып Шымкент десе, қабағы қардай болып түйіледі. Шалшық судан шықпаған шабақ байғұс мұхитта айтсаң мұрынын шүйіреді. Оңға басып жатырған бар тірлігін оңтүстік деген сөзге сыйып еді. Төріңе мейман болып келгендердің табаны жерге қашан тиіп еді. Жүзінен нұр төгілген елді көріп, жүрегімнің соғысы жиіледі. Жағынып жатыр екен демеңіздер, бұл ақынның алғаусыз пейіледі. Мақтаның мамығындай көңіліңді, мақтамай тұру неткен қиын еді-ау. Ай жүрмеген еш дұшпанның жетегінен, ер жүрек елді мақтан ете білем. 8 адам сенде ашса дүниесі күн, кемінде батыр туат жетеуінен. Тәушен ақын еліне дұғай сәлем, Марғасқа манап ақын мекенінен. Бұл жердің жуасының дәмі тәтті, басқаның шайға қосқан шекерінен. Қараусыз қалды деген жылқысының қазысы артық шығар екеліден. Вирустан құлап жатқан науқасты да құлан таза жазатын жөтелінен. Біз үшін бір көліктің ауасы артық, шенділердің демалған шетелінен. Шәмшімен шәуілдірдің даңқ өріледі, Европа мақтанса Шопенінен. Әз наурызды әкеліп өзбек әлі көкем боп өр рухыңды көтеріп ең. Сахнасына Райымбек тіл бітіріп, сатирасы көркейген көпенімен. Бергісі Заттыбектей балаң артық, батыстың бас шұлғыған реперінен. Оңтүстік сенің орның биік, бізге қазақ боп қадіріңе жете білем. Аспанды тіреп тұрған Гималайда, аспайды Қаратаудың етегінен. Ау айқайлап атын айтып аттан қылған, ақынсың қолдау көрген қаттаулыңнан. Шаянның шайыр едің кездескенін, шаяндай қызыл тілмен шаққан жылдам. Аулыңа қандай мықты келсе дағы, аударып тастаушы едің аттан жылдам. 2 жыл туросыдан 2 жыл бұрын еді айтыс өтіп, алауын жаққан жырдан.
Қарсыласың атақты Айнұр болды, Алталаш аққуым деп мақтан қылған. Сен тіпті сол Айнұрды аямадың, ақтүтек борандай боп ақпандырған. Өзіңмен шыққаныңа өкінгендей, басым меңзең боп кетті батпан мұңнан. Аффирмация айтуға тілі келмей, ашуға Айнұр бойын қатталдырған. Жараланған аққудай кетіп еді, жаралған жан дүниесі аппақ нұрдан. Сол кеткенден бір шықты Стамбулдан, аңыз айтыстарға шақ қалдырған. Түркістанда әуежай ашылады деп, ағайын сүйіншілеп ақпар қылған. Түркияға тікелей ұшамыз деп, көңілін жолаушылар шаттандырған. Бұл рейсті жасаған сен екенсің, бұл таппайтын шықты ғой факталдыңнан. Қаһарман Қажекеңе сөз берейін, қалжыңмен қарсыласқа қақпан құрған. Әуежайың ашылмай тұрған кезде, әуеге төте жолды тапқан жылдам. Түркістан сарайының өн сахнасынан Айнұрды Түркияға аттандырған. Басың батып тұрса да қаймақ балға, қазы берген қазымен аймақтанба. Асекеңе жақындар жеңеме деп, басекеңе жақындар жеңеме деп, бағынды адамдарға байлап қойма. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, бойында ақыл жігер қайрат бар да. Бекежанның бармағын жаладым деп, айға қолым жеткендей айбаттанба. Әжептәуір алданып қалыпсың ғой, Бекежан аузыңа май жаққанба. Бауырым қыз жібекті бір қарап шық, сонда көзің жетеді айғақтарға. Бекежанның бармағын жалап жүріп, төлегендей бармақты шайнап қалма. Аузыңа май тосармын, шай тосармын, шалқайып бара жатсаң шайқасармын. Ақпаратты интернеттен іздеме деп, Мейірбек аяғымнан қайта шалдың. Сен маған қайта үлкен рахмет айт. Мендей жақсылық қылады байқасаң кім? Ақпар іздеп ауылыңа барған едім, алдында айтысардың, айқасардың. Bir үйді өртеп жатқан полицейді көрдім де Шымкентке қайта салдым. Қонағымның бетіне баспайын деп, ет жеп отырғаныңды айта салдым. Дәстүрлі мектепке де барып келдік. Айтат аша салып айтысқа шауып келдік. Әкіммен 6 сурет салдым дейсің. Оған жауап бермесек нақып келдік. Сол жағы сәл аздау боп қалды ма деп, керісінше бұл айтысқа ұялып келдік. Ол бізге үлкен сарай салып берді. Осындай жомарттығын анық көрдік. Алталашты қуантқан жаңалыққа бар жағы 6 сурет салып бердік. Мейірбек шыққанымен тарап шашын, істет алмайды екен ғой қабақ басын. Интернеттен ақпарат іздеме деп, Қажмұханның қарап тұр парақшасын. Әкіммен сыбайлас болып жүр екен деп, бауырым артыменен балашпасын. Жемқорды жек көреді біздің әкім, күнәнің да біледі арабшасын. Өйткені қазақ деген қаны тулап, дәстүрге бөліп жатып барақшасын. Жем дегеннің білмейді орысшасын, жеу дегеннің білмейді қазақшасын. Осылай әдеттілеу ән бұрайықта, қалың елдің құмарын қандырайықта. Айнұрды үйтті дейсің, бүйтті дейсің. Бағытты басқа жаққа сәл бұрайықта. Түркияда тура жол тауып кетті. Айнұрды өз жайында қалдырайықта.
елдің сөзін сөйлейтін еркексің ғой, осындай қасиетіңнен мәңгі қайтпа. Феминизм дүркіреп тұрған кезде әйелдердің артынан әңгіме айтпа бай. Болмаса мені тыңдап бағаңды бер, кімді айту керектігін ағаңды бер. Феминистер шеруге шығып алды, кешегі алматылық алаңды көр. Сол алаңда қайрат пен ләззаттарым беріп ет маған жігер, саған жігер. Ләззаттардың сіңлісі лесби болып, қайраттардың інісі гейлер болып, азғындалып бітті ғой қоғам түгел. Қазақша камзол киген бір апамыз айқайлап қылып жатты адамды жер. Сол апам Қызылордалық болып шықты, кішкене тарихына қарап жібер. Бауырым қыз апаңды тоқтатсайшы, ақын болып не керек адал жүрер. Айнұрды айта беріп не қыласың, Дихи арман басыңнан қадап жүрер. Сен мені әуежай деп айттың жаңа, жұртының қызметіне жарап жүрер. Ақ-бешікке қимаймын ондайларды, соңдарынан азғындық тарап жүрер. Түркияға аттандырып жіберейін, камзол киген апаңды маған жібер. Қаламнан қайттым дейсің түріліс көріп, құлақты ақпаратқа түргіш болып, жерлестерің желпінтіп қолдайды екен, қажыға отыр десем кім күш беріп. Ауылыңа бардым деп алдар қаптың, баяғы баба жолы үрдіс болып, Орынбек Айгүлдердің жазғандарын оқып алып отырау білгіш болып, әр адам не қаласа соны көрер, назарын соған қарай бұрғыш болып. Мен өзім Шымкентке риза болдым, құлпырған жер қарқынды құрылыс көріп, қылжаққа айналдырып сен отырсың, Қызылордадан қып-қызыл қылмыс көріп. Камзол киген сен айтқан апамды да өз басым отырмын ғой тұңғыш көріп. Ұшырамын дейді ғой косы мысыл, ел жұртқа етіп тұрсын осы мысыр. Ұшыршаң енді қайтып келмейтіндей, Түркия емес Африканың төсін ұшыр. Астарлы ақиқатта жұлдыз болған азғындарды тауып ап, сосын ұшыр. Камзол киген апама серік болсын, қойната мен келінді қосып ұшыр. Бөлініп ойын оңға сана саққа, ала шапқын болғандай дара шапқа. Бетімнен қақпайтының қиын екен, басымды теңеп алып қауашаққа. Сырелі Алталаштың анасы еді, осыны мәңгесіңе ағасақта. Тамирис кирдің басын алған жер ол, жанының күйіп тұрып жара сотқа. Рәбия би сұлтанның ханшаның ізі қалған, Рәбия би ханымның ізі қалған. Қалғанмен сығанақтың қаласы артында. Бір адамның ісі үшін айналайын, бір елді мінгізбесі ағаш атқа. Қажеке олай айтқан жөн болмайды, қаншама кемсіткенді қаласақ та, бұл қайғы саған да ортақ, маған да ортақ. Жөн болар қажетіне жарасақ та, сондықтан
тұрғанда қажеке айтатыным, ел алдында есіріп дара шаппа, екеулеп бұл індетті жояйықшы, аспанға ұшырсақ та, қамасақ та, Қызылорда мен Түркістан егіз аймақ, Желі-ақ жететұғын арасат та. Алты сурет салсаң да айналайын Ақмешіт, Алталаштың анасын аласатпа. Шарбағым бөлек, шарбағым ең бастысы бөлек тұр, шарбағым ең бастысы бөлек тұр деп. Қарамай сөйлеуді ғой шама шартқа, көршіңнің ауласынан жылан шықса, көршіңнің ауласынан жылан шықса, іргеңнен ін қазады. Болашақтау хиллалиллалиллалилла. О, өсірген білікті қыз, білімді қыз ұл білікті. Еледің сақтап тұрған тілді мықты. Ағайын қолдау беріп қолдамасаң, шайырлардың қадірін кім біліпті? Феминизм дегенді айтып кеттің, Алматыда ел солай дүрлігіпті. Әйелдердің мейрамы қарсаңында көзіміз көрдемес пе бір бүлікті? Құқығымыз аяққа тапталды деп, келіндерің құқығымыз аяққа тапталды деп, қыз-текелер алаңда қылғыныпты. Біреулер келін деген құл емес деп, шыжғырылып жатқандай шыңғырыпты. Бізге сондай бір қоғам орнасын деп, ақш пен Европаны үлгі қыпты. ДТ менен қытыны естіп едік, ЛГБТ дегенді кім біліпті? Алпауыт ақштағы сарапшылар осы жайды назарға ілдіріпті. Ал енді 8 март келгенде, ал енді 8 мейрам келсе, Шымкент дайындалып, тыңғылықты домалақ ана деген операмен аузына қаратты күллі жұртты. Тарихын танып біліп көрермендер 10 күн бойы оң пікір білдіріпті. Европа енді бізге не дейді екен? Санайтынын көрейік кімді мықты. Әлемнің әсемдігі әйелдердің Шымкент қайса қадірін шын біліпті. Европаның ақсүйек өнеріне сыйдырып салт пен дәстүр дін құрыпты. Байденнің ақшына үлгетіп тұр, бәйдібектер қалдырған құндылық зауыты. О, оңтүстік өскен қала, өнген қала. Шайырға шабыт пенден берген қала. Тәушендей апамыздың үнін естіп, Көкбайдың көсілгенін көрген дала. Солардың көзіндей боп, Әселхандай апам отыр орынап төрден жаңа. Бет қаратпас бегарыс балаң болды, кезінде Қаныбекке ерген бала. Ақмарал, Анар, Маржан, Кәрим апам, әрқайсысы аяулы ақын көрген дана. Жарықтық жарқын бегім тірі болса, шаңдатып шабар еді-ау көмбең дана. Нұрлыбек, Нұрланбек, Қали, Еркебұлан, жүйріктерін жарысқан желмен дара. Бегмұрат, Біржан менен Қажымұқан, осы елдің батасымен өнген бала. Сәбит аға 60 жас құтты бол, мерейтой құтты болсын, 60-тың асуына келген жаңа. Алғаш айтыс мектебін өзің аштың, таланттарды тауып ап елден дара. Сол ісің міне кеше жалғас тауып, тарихқа ерлік болып енген жаңа. Қаратау дәстүрлі өнер мектеп еді, жаңадан бастап тұрған керуен дара. Оңтүстік ақындарын мың жасаңдар, көңілінен көрінбей шермен нала. Тойханалар мектеп боп жатқан кезде, мектебі тойға айналған сендер ғана уайым. Ол ебелектер ішінде ешкі жеген, жігітсің кесек тұлға кескін өрен. Әкеңе ұстап журналист болып едің, терізге де мат қойған пешкіменен. Ақпарат саласының үздігісің, төмен
төмендеп айта алмайды ешкім өлең. Тек оны мықты тілші алушы еді. Грант емес ұтатын тестіменен. Өткенде Шымкентте бір шу болды. Шофырлар шеруге айғай қосты деген. Қоғамдық көліктерін тоқтап қалып, жолаушылар сағаттап тосты деген. Шофырлар айлық аз деп зар жылапты. Үйінен ерте шығып кеш түнеген. Журналистің барлығы сонда барып, шындықты шығарды ғой ескідеден. Ақпар келді, әкімнің өзі барып, мәселені бір сәтте шешті деген. Жай күні жаңғырық боп естілетін. Дауылпаз сонда даусың өшті неден. Ет жегенді аңдыған ел кезегім, бір хабар бермедің ғой постыменен. Кешегі Қажымұқан бабам жайлы тарихтан бір деректі естігенім. Үстінен жүк түйелген автобусты жүргізіп тонна күшке төстіреген. Жарықты қыңқ етпестен сол үстіне құмырсқа шыққандай күй кешті деген. Біздің Қажы одан да мықты боп тұр. Телефонның сенсорын тескілеген. Автопарк тұрса да дәл жанында баладан ұйықтап жатқан соскыменен. 200 автобустың шопырының еңіреген дауысын естімеген ай. Қонақпен жасасам да неше кеңес, құшақ жайып кеудесін төсер емес. Ақпараттың үздігі болғанымды дарынның лауреаты кешер емес. Көшеге шығып еді шофырларым. Бұл да болған оқиға өсек емес. Әйтеніп бірден барып шешіп кетті. Елді ойлайтын жігіт қой есер емес. Тірлікті шешеміз деп Түркістанның сарайында жинады көшек емес. Сол нәрсені ұзақ шумақ қылатындай досым ол жазылмайтын кесел емес. Бір сағатта шешілген әңгіме ғой, бір сағат жылайтындай мәселе емес. Сонда да ел сөзге ұйып кетті. Сөзіңе біраз әңгіме сыйып кетті. Өзің айтып отырған Қаратауым мектебім қолымызға тиіп кетті. Сол мектепке Жүкеңнің өзі барып, басын Майлы Қожаға иіп кетті. Асанәлі Көкемде қайшы ұстаттық. Қып-қызыл лентасын кеп қиып кетті. Жүкең мен Асанәлі бірге барып, сол мектептің беделін биіктетті. Қаратаудың құшағына көрдіңдер ме? Ұлытау мен Алатау сыйып кетті. Ағайын жағдайыңды шынға айтемін. Ел деген керек емес мұндай тенің. Сой деген министрде бәле болды. Халықтың болашағын ұрдай төбір. Қазақстан болып кетті Қазақстан. Осындай қиындықты шынға айтемін. Жұмысыңды ауыстырсаң удай ақша, жынысыңды ауыстырсаң судай тегін. Оларда біраз жерге жетті деймін. Қолыма түсер болса тепкілеймін. Жүкеңде сол қолын бір көрсетті ғой. Осымен жарты сағат өтті деймін. Ағайын вирусты да жеңейікші. Ол үшін денсаулықты көп тілеймін. Денсаулық министрдің орнына денсау адам келсін деп тілеймін. Әдемі өлең айтты халық үшін. Ризамын елге айтылған әнің үшін. Бол енді әңгімені тоқтатайық. Бәрібір Қажымұқанның тәуірісің. Жұмабектің бажасы болмасаң да, Жұмабек Тәшеновтің бауырысың. Қажеке тасқында да сен өсерің. Артқан соң оңтүстікте елге сенім.
ізет қылсаң рахмет, бағаңды арттырамын мен де сенің. Өйткені Қажымұқан деп роман жазған Қалмақан атамыздың жерлесегім. Қалқаның боп мен дайын қалқалауға, саған қарай семсерін сермесегім. Өз басымды қылышқа бергеніммен, әз басымды дұшпанға бермесегім. Тізімде Шойбековте Қалиевта бар, бұл айтыс қауіпті емес ковид тарап. Бекежаннан қорықпа қазыдағы, жан емес жұдырығына қамиып қалар. Ұлыс күні ұрыспай таласайық, кез емес құдыремен хамит болар. Шала шәкірт емессің, атақ өссе, ұстазында ұмытып шәниіп қалар. Қай биікке жетсең де әуелі Алла, содан кейін себепші сәбит болар. Ақ жүректі аман бол, ақ бауырым, айтыстың аспанында ағиық болар. Мұқанып сәбит болып кетпесең де, сәбиттің мұқаны болып тарихта қалар. Тарихтың шаң басқанмен шудалары, ерліктің еккен гүлі қурамады. Бекзатың Сиднейде топ жарғанда, еске алсаң көздің алды суланады. Сол жарыста тағы бір батырыңның естен кетпес ат ойсап тулағаны. Ол кім десең Мұхтархан Ділдәбеков туған жерге тарыққан турағаны. Бүгін сол батырыңның туған күні, шырқалсын шырқау көкте думан әні. Кубалық боксшымен шыққан кезін елеске алады ғой шулап әлі. Рубалкаға дейтұғын сойқан еді ол, әбжыланнан аумайтын зулағаны. Мұхтарханның бойында сонда бірақ буырқанған күш тұрды бурадағы. Айызыңды қандырдау қара дәуді, қара кесек еттей ғып турағаны. Көкпардан шыққан балаң бірақ сәтте көк байрақтан Сиднейге туғадады. Осыдан ақ көрініп туған жоқ па, оңтүстік осал перзент тумағаны. Көп мақтап не қылайын өздеріңді, жиналғанда сол елдің тумалары. Шымкенттің рухы биік ел екенін Рубалкада біледі, Тубада қауай. Рахмет. Қажымұқан Абзал, Мейірбек Сұлтанхан, қаздар алқасы. Көзқарастарыңызды білдіріп отырыңыздар. Бұл сөз сайысын бастаған ақ жағында отырған Қажымұқан Абзал Шымкенттің ағына. Көтеріп баға бересіздер ме? Қол Қажымұқанға. 19. Мейірбек Сұлтанхан, Қызылорда, Шиелі. 19. Жобасы тең түскен сияқты. Көресіздер енді. Мына, осы айтыстың хабары шыққан айтыс ақындарының, жүріс-термешілерінің халықаралық одағының Шымкенттегі өкілі Сәбит Әбдірайымов деген бауырымыз, жаңа 60-қа келіп өткен. Бір жаңа 60 жылдығы бар. Сәбиттің сәйгүліктері деген бір шартта қойылған.